Шығыс Қазақстан облысы, Ұржар ауданы, Таскескен ауылы, Ұржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 2-ші курс, 89 топ. Топ кураторы Айылбекова Мейрамкүл орынбасарқызы. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын адамгершілікке арналған 3 сауал бар екен. Ол қандай сауалдар? Шөлге құдық қазған бір сауап, өзенге көпір салған бір сауап, жолға ағаш еккен бір сауап. Яғни, құдықтан су ішкен қазғанға рахмет айтады, ағашты көлеңкелеп паналаған, еккен адамға рахмет айтады екен. Адам бойындағы асыл қасиет адамгершілік. Адамгершілік адамдықтың белгісі. Адамгершілік адамдықтың белгісі екенін Бөлтірік Әлменұлының балаға ақыл деген өлең жолдарынан көруге болады. Үлкен алдында иіліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді деген екен. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігін ниетіне дей келе, адамгершілік адам арының айнасы атты тәрбие сағатымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушылардың бойына рухани адамгершілік қасиеттерді ұялату үшін мейірбан, ақылды, шыншыл, қайырымды, тағы басқа адамдық асыл қасиеттерді игеруге ықпал ету. Бірін-бірі сыйлап, мейіріммен қарауға тәрбиелеу. Адамгершілік. Адамгершілік дегеніміз балалар, адам бойында гуманистік құндылық, әдеп ұғымы, адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханиет дәуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік бұл парасатты сөз. Адамгершілік парасатты сөз. Сөз ғана емес, адамның ең асыл қасиеттерін анықтайтын бірден бір аяулы ұғым. Ұғым ғана емес, тіршіліктің мәнін, дүниенің сәнін ұстап тұрған ең ұлы ұстаным. Адамның адамгершілік саналық дәрежесі, оның тәртібі мен іс-әрекетін анықтайтыны әлде қашан дәлелденген. Адамның бойынан адамгершілік қасиеттер табылса, әрине сымбатты, парасатты көрінеді. Жүсіп Баласұғын адамгершілік пен инабаттылықтың 4 қасиетін 6600 тармақтан 72 тараудан тұратын құтты білек дастанында көрсетіп берген екен. Шығыстың ұлы ғалымы Әл-Фараби: жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін деген екен. Бүгінгі адамгершілікті сендер қалай түсінесіңдер? Әдеп нормаларын білесіңдер ме? Өзара пікірлесіп, ой бөлісіп көрейік. Адамгершілік бастауы неде? Осыған көз жүгіртейік. Адам тумысынан жамандыққа үйренмес. Жақсылық адам бойына сол бала кезде егіледі. Ал жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық өнімнің шыққаны немесе оны жамандықтан арам шөптер басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Ізеттілік пен сыпайылық сияқты адамгершілік түрлері отбасынан басталады. Адамгершілік қасиет ең бірінші әркім отбасынан сыйлаудан басталады. Әке-шешеге ешқашан дауыс көтеруге, сөз қайтаруға болмайды. Ата-анасын сыйламаған адам басқа біреуді сыйлап жетістірмейді. Ата-ананы ренжітпеу әр баланың өмір бойғы міндеті. Адам қандай жоғары лауазымды қызметте жүрсе де, ізеттілікті жоғалтпауы тиіс екен. Осы адамгершілік туралы біздің маржан сөздеріміз мынандай былай деп сыр шертеді екен. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата-ана, жақсы құрбы ұстаздан болады. Жақсылық істеуден жалықпа, істеген жақсылығыңа өкінбе. Жақсы адам жолдасынан белгілі. Биікке шықсаң көзің ашылады, жақсымен сөйлессең көңілің ашылады. Бітер істің басына, жақсы келер қасына. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы сөз жанның тынысы. Ұлың өссе ұлы үлгілімен ауылдас бол, қызың өссе қызы үлгілімен ауылдас бол. Ұят жүрген жерде абырой төгілмейді, абырой бар жерде ар шапан сөгілмейді. Әдепсіз бала ауыздықсыз атпен тең, ақылды қария жазып қойған хатпен тең. Ар қайда болса ұят сонда, әдептің не екенін әдепсіз адамды көргенде ұғарсың. Аға әдепті болса іні әдепті, әпке әдепті болса сіңілі әдепті. Әдептілік, ар ұят адамдықтың белгісі екен балалар. Осы адамгершілікке, сыпайылыққа, ізеттілікке байланысты көптеген мақал-мәтелдер бар. Солардың біразына тоқталып өтейік. Адамгершіліксіз адам айқайлай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Адамгершілікті адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді. Өзіңді өзің сыйламасаң, өзгеден сый күтпе. Адамгершілік болмай, әділдік болмайды. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала.
Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені сыйлайды. Кіші сені сыйласа, кісі сені сыйлайды. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде деген мақал-мәтелдер бар екен. Енді осы адамгершіліктің қарапайым қағидаларына тоқталайық. Ең бірінші амандасу, үлкенді құрметтеу, тілін сыйлау, отанын қорғау, дінін сатпау сияқты адамгершіліктің қағидалары бар. Осы адамгершілік туралы біздің ұлы ғұламаларымыздың айтып кеткен сөздеріне тоқталайық. Жасында әдеп үйренбеген кісіден өскен соң қайран жоқ. Адамзаттың бәрін сүй бауырым. Арыңды сатпа, теріңді сат, адалдықты ізде. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп біздің ұлы ғұламаларымыз айтып кеткен екен. Адамгершілік, инабаттылық, ізеттілік тақырыбындағы өлең жолдарына тоқталайық. Адамгершілік. Дүниеге келеміз ғой пәк болып, күнәға батып жат қылық, түзу жолға түсейік бауырлар, жаман қасиетті лақтырып. Адамдықтың айнасы, адамгершілік адалдықтың пайдасы, жөнді мінез досым болса жанында, жөнсіздерін өтпес егер айласы. Дос болуға асығады төзімде, жинақылық болса егер әркез өз сөзінде, осылармен жолдас болғың келсе егер, әрекет қып нәтиже бер өзінде. Адамгершілік. Дүниеге келеді адам пәк болып, күнәға бату адамгершілікке жақсылық. Жақсы жаққа өзгерейік бауырлар, жаман қасиетті тастайықшы лақтырып. Қайда барсаң қорқыт көрі қазылған, бар әрекет амал дәптерге жазылған. Адам өмірі өте қысқа ғой, әрекетте бір ғасырға созылған. Сындырмасын сағында тағдырының тепкісі. Адыл болшы қазағым, намазына бет бұршы. Мынау жалған дүние бар, бәрінде қалады, түсінбейді осына түсінбейді көп кісі. Ей адамдар, асықпайық, кінәлауға бірімізді, бәрімізді періштеміз жаратқанның құлымыз, біз өзіміз кішіпейіл болайық, иманды адал болсын эшек қызымыз бен ұлымыз. Ей адамдар, біз өзіміз мейірімді болайық, ата-анаға құрмет ізет көрсетейік лайық. Баламызға бүгін берген тәрбие мен тәлімнің ертең кері өзімізге қайтатынын ұғайық. Ей адамдар, сыйласайық, сырласайық, дос жаранды демейік, махаббаттың шапағатын айналаға төгейік. Не ексек соны ұратын дихан мына өзіміз, жас ұрпақтан адамдық пен жақсылықты көрейік. Ей адамдар, мына өмірдің жалғандығын ұғайық, тек Алладан жақсылық пен қайырлы іс сұрайық. Бұл өмірде қысқа ғана келте қамшы сабындай, араласып, амандасып, қаусырасып жүрейік. Адамгершілік тәрбие жөнінде осы біздің ата-аналардың айтқан ақыл кеңестеріне құлақ түрейік. Адамгершілік туралы айтқанда, отан отбасынан басталады деп бұрынғы білімділер айтып кеткен. Адамгершілікте сол отбасынан басталады. Ата-ананың өзінің адамгершілігі жоғары болу керек. Ата-ана еңбекқор, мейірбан, көпшіл. Сондай адамдар болса, одан туған, одан өрбіген ұрпақ та ата-ананың тәрбиесімен өсіп, ұрқы да, ой өрісі де барлығы. Адамгершілік дегеніміз үлкенді сыйлау керек, құрметтеу керек, және де мұқтаж жанға көмектесу керек. Адамгершілік қасиет жеке адамның басындағы емес, жалпы қоғамның қордалы байлығы. Адамдық борыш ар үшін, барша адамзат қам үшін, серт берген еңбек етем деп, алдағы атар таң үшін. Иә, адамның адамгершілігі оның жоғары қасиеті. Ақылды, мейірімді адам әр уақытта өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. Арлы адам, ардақты адам. Арымыз таза болса, тарихымыз да таза болады. Адам атаулының жақсы қасиеттерінің бірі адалдық, ал өмірде қымбат асыл қасиет. Асыл мінез, ашық, шыншыл, қарым-қатынас екенін есімізде ұстайық.